Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай баклава дайындайтын боламыз. Алдында ойлайтынмын, баклава дайындау қиын екен деп. Бірақ осы рецептпен дайындап көрсеңіздер, өте оңай екен. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Каналыма тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар. Алдымен осындай ыдысымызға сүт құямыз. Оның үстіне бір жұмыртқа саламыз. Және 2 ас қасық айран құямыз. 2 ас қасық сұйық май құйып, араластырып аламыз. Және 1 шай қасық уксус құйып, жарты дайындап қойған ұнды саламыз. Және 1,5 қасық қопсытқыш салып, екінші дайындалған ұнымызды саламыз. Және жақсылап жүп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырды 20 минутқа қоямыз. Және бізге кукуруз крахмалы немесе картоп крахмалы қажет болады. Қамырды осылай 2-ге бөліп алып, 12 бөлікке бөлеміз. Ингредиентінің барлығын описание бөліміне қалдырамын. 12 бөлікке бөлгеннен соң осылай қолымызбен домалақтап аламыз. Міне күлшелеп дайындап алдық. Енді крахмалды сеуіп отырып, оның орнына крахмал себеміз. Осылай жұп-жұқа етіп, табанын көлемінде етіп жайып аламыз. Міне бірінші күлшені жайдым. Және табаға ешқандай май жақпай, пергамент төсемей, осылай қамырды төсейміз табаға. Және осындай бөлшектелген, майдаланған жаңғағымызды себеміз. Екіншісінде жаямыз. Екіншісін жайып көрсетіп жатырмын. Оны да тура солай жұп-жұқа етіп жаямыз. Жаңғақ төселген қамырдың үстіне, жаңғақ себілген қамырдың үстіне төсейміз тағы да. Әр қайсысын осылай кезек-кезек қойып шығамыз. Жаңғақ себеміз, тағы да қамыр жайып саламыз. Осылай 12 бөлікті де кезек-кезек қойып шығамыз. Міне мен 12-ші күлшені жайып ең бетіне қойып жатырмын. Және пышақтың көмегімен осылай тураймыз. Осылай ұзынша етіп турап аламыз. Және ромбик етіп тураймыз. Туралғаннан соң қыздырылған сары майды, еріген сары майды осылай құямыз. Барлық жеріне жету үшін осындай силиконовый щеткамен жағып шығамыз. Пешке 180 градусқа 25 минутқа қоямыз. Ол піскенше біз сироп дайындаймыз. 1,5 кружка су құйдым ыдысқа. Және 1,5 кесе шекер салып, осылай лимонды домалақтап турап 3 бөлігін салдым. Осылай газға қойып, қайнатып аламыз. Біздің баклавамыз пісті. Енді осы баклаваның үстіне сиропты ыстықтай құямыз. Сиропты қатты тәтті болсын десеңіздер, 1,5 кружка суға 2 кесе немесе 2,5 кесе шекер салсаңыздар болады. Әсемдік үшін осылай бүтіндей
жарты орехті қойып шығамыз. Бұл жерде дәмін келтіретін осы жаңғақтар, сол себепті жаңғағымен қосқан өте дәмді болады. Міне сіздерге бөліп алып көрсетіп жатырмын. Міне осылай әдемі дәмді қатпар болып пісіп шықты. Тура осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздерге видео рецепт ұнаған болса, WhatsApp желісіне тарата отырыңыздар және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.